Баршаңызға қайырлы күн. Ең дәмді үлпілдек пончиктер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға қантымызды саламыз, аштығымызды саламыз, тұз қосамыз да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызбен ерітілген сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Жылы суымызды қосып, қамырымызды илейміз. Бетін 30 немесе 40 минутқа жауып жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырымызды майда бөліктерге бөлеміз. Бір бөлігіміз шамамен 50 граммдай болып шығады. Осылай дөңгелек етіп, пергамент қағазын бетіне қоямыз. Он 18-19 дана шығады. Бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Ортасын осылай тесіп шығамыз. Және қолымызбен дөңгелек етіп оямыз. Қызып тұрған майымызға баяу отта пісіреміз. Ортасын міндетті түрде осылай Қытай таяқшасымен айналдыра отырып пісіреміз. Дайын болған пончиктерімізді шоколадты начинкамызбен осылай сәндесек болады. Және жай ғана пончиктің бетіне қант ұнтағын себеміз. Дәмі деген сондай керемет, жұмсақ болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арасы толық піскен. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.